Виктор Султанович, Еңбекшіқазақ ауданының біздің шаруалардан мынандай екі сұрақ түсіп жатыр. Сол сұраққа айта кетсеңіз, сол қандай нелері бар екен? Фитофтороз ауруымен қандай тәсілдері бар, қандай жолы бар фитофторозбен күресетіндей? Сол бірінші сұрақ. Содан кейін екінші сұрақ, осы біздің Қазақстанда, осы Алматы облысында, негізінде енді осы Еңбекшіқазақ ауданында бізге ыңғайлы, қолайлы қандай сорттар бар? Ең бірінші осы мәселе тағы да осындай ерте пісетін картоптың қандай сорттары өзіңіз ұсынасыз? Соны айта кетсеңіз. Бірінші сұраққа жауап бере кетейін. Бірінші картоптың аурулары туралы ғой. Енді картоптың аурулары көп. Мынау Россияның, Белоруссияның жаңағы ылғалы көп аудандарда картопқа көп зиян келтіретін рак, фитофтороз аурулары. Ол бізде мынау Қазақстанның жағдайында, құрғақ климат жағдайда бізде көбінесе мынау вирус аурулары. Оның ауыр формалары бар жаңағы. Топырақты жиырып, картоптың жапырағын жиырып тастайтын аурулары бар. Жаңағы X, Y дейді, Y аурулары, полошистый мозаика дейді. Бұл вирус ауруларына қарсы қазір әлемнің ученыйлары құртып жіберетін әдісін тапқан жоқ. Неге десеңіздер, ол вирус клетканың құрамында тұрады. Ол вирусты өлтіреді деген сөз клеткада өледі. Сондықтан вирус ауруларымен қарсы күрес, жаңағы профилактика, емдеу барысында жүргізіледі. Мынау француздың ученыйы картоптың жаңағы өркенінің ұшарбасында вирустың жоғын алғаш кезде соғыс табатта. Неге десеңіздер, ұшарбасында жаңағы проводящий сосуд дейді, олар жоқ. Содан кейін жаңағы стимулятор ростардың бәрі шоғырланған жер сүйерде болмайды екен. Соны ұшарбасын жаңағы микроскоппен кесіп алып, жаңағы искусственный сырье дейміз ғой, жаңағы қолдан жасаған жағдайда барлық элементтер, макро микроэлементтері бар. Соны өсіреді. Өсіргенде алдында анау тамыр жаю үшін жаңағы стимуляторлардың науксындарды қолданады. Ауксин болғанда жаңағы тамырын өсіреді. Содан кейін оның сабағын шығарда, стебілін ұзартуға. Оны басқа цитокининдерді қолданады. Цитокиндерді аденин дейді, кенетин дейді, осыларды қолданады. Оның бәрі табиғи қолдан жасалады, жаңағы жарықта. Содан кейін уже картоптың шығар кезінде оны жаңағы фотоперидпен жасайды. Ол мына айтып жатқан әдістеріңіз жай шаруаның қолынан келетін жұмыс емес. Ол биотехнологиялық лабораторияда жасалынатын нәрсе. Жаңағы себеппен қысқа картоптың өзін тұқым салар кезінде қысқа күн ұзақ түн жасау керек. Фотоперидпен есептеледі. Жаңағы инфракрасный длинный лучит көбейтеді, синий жаңағы светтерді азайтады. Сол арқылы уже оның түйінін алады да, жаңағы микроклуб дейміз, соларды алады. Осылай ғана күреседі. Ол енді бұл тереңі бір ғылыми жұмыс болып тұр ғой бұл? Ол терең ғылыми жұмыс. Ол үшін жаңағы үлкен ғылыми зерттеу мекемелеріндегі биотехнологиялық лаборатория арқылы шығады да, сол арқылы Қазақстанға жаңағы бастапқы исходный материал дейміз, бастапқы материал таратып отырамыз. Содан ары қарай көбею керек. Сондықтан естің. Ал енді жаңағы фитофтора деп кеттіңіз. Фитофтора деген енді бізде сирек кездеседі. Фитофтораға ол жаңағы саңырауқұлақтар ататын ауру. Ол әсіресе оны капельный влага дейді, жаңбырдан кейін. Бір жетінің ішінде жойып жіберуі мүмкін. Сондықтан оған қарсы картоптың жапырағын сарғайтып жібереді. Жаңбырдан кейін
ылғалды климат болған жағдайда енді біздің Қазақстанның ауа райында мынау біздің облыста ол сирек кездесетін мәселе. Таулы ауданда солтүстік облыстарда бізге қарағанда жиірек кездеседі. Оған күрес қазір эффективный препараттар бар. Манкосеп действующий вещество, не дейді, вещество манкосеп содержащий препараттар бар. Видамил дейді, доканил дейді. Осыларды 2,5 гектарына 300 грамм, 300 литр сумен араластырып бүрксеңіздер, оның әсерін нөлге шейін жоюға болады. Онға жаңа ерте пішетін сорттар деп кетті. Ерте пішетін сорттар айттым ғой жаңа. Бізде картоптың өсіп жетілуі үшін жаңағы жаздай 1700 градус температура керек өзі. Жаңағы жиынтығы 10 градустан жоғары температураның жиынтығын айтамыз ғой 1700. Ол біздің Алматы облысында 1900 градусқа шейін жетеді, одан да көп жетеді. Сондықтан жаңағы орта пішетін, ерте пішетін сорт, ортада ерте пішетін сорттан кешірек пішетін сорт. Содан кейін орта пішетін сорттардың бәрі жарайды. Мысалы оған жататын Жанайсан деген сорт бар, Ақсор деген сорт бар. Ол өзіміздің отандық сорттар. Улан деген отандық сорттар. Шетелдік сорттарда мысалы жаңағы галан қазір көп қолданып жүр. Олар да пішіп жетіледі. Осындай сорттармен шұғылдансын. Ол өзіміздің ерте пісетін отандық сорттар сіздің институтта бар? Біздің институтта бар. Келіп ала беруіне болады қазір. Содан кейін жаңағы сіз айтып кеткен фитофторозбен күресу жолдарын сіздердің институтқа жүгініп, сіздердің институттарда кесе, сіз оны полностью былай жазып бере аласыз ғой? Жазып та береміз, айтып та береміз. Консультация. Ол қиын емес, ол кітаптарда да, интернетте де барлық жерде жазылған. Бірақ конкретно айтып береміз. Қандай препараттар керек, қанша жаңағы қазір опрыскивательдер бар. Опрыскивательден ол жаңа опрыскивательдер бар, тұмандатып. Оны жаңағы түйіршіктерінің көлеміне байланысты. Егер неғұрлым тұман болып шашатын болса, соғұрлым аз жіберуге болады. 300 литр керек жоқ, мүмкін 200, кейде 100 литр де жетеді. Жаңағы 2,5 килограмм доканилді. Вот солай шашады. Егер бұрынғы советский опрыскивательдер болса, расход жаңағы ерітіндінің расход көбірек кетеді. Осындай жағдай. Рахмет. Жақсы. Сіздің осы біздің Еңбекшіқазақ ауданының шаруаларынан түскен осындай сұрақтарға жауап бергеніңіз, толық жауап бергеніңіз үшін, қызықты әңгіме айтып бергеніңіз үшін, құрметті шаруалар, ерте пісетін картоптың тұқымы керек болатын болса, осы Жеміс көкөніс ғылыми зерттеу институтының Қайдар регионалдық филиалына жүгініп, осы кісілерден алсаңыздар болады. Виктор Султанович Абдилдаев осы картоп саласында жүрген үлкен маман. Картоппен осы бірнеше жыл айналысып келе жатыр. Біздің құрметті академигіміз не керекті осы фитофторозбен күресу жолында да Виктор Султановичқа келіп өзіңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыздар, қағаз жүзінде де жазып береді, ауызша да сіздерге консультацияларыңызды айтып, сіздерге көмектерін беріп, өз қол созып береді. Бірге жұмыс істесеңіздер болады, осы институтпен бірге. Сіздерге көп-көп рахмет. Мына төменде біз институттың телефондарын жазып көрсетеміз. Сол телефонмен хабарласып, осы кісілерге звондасаңыздар болады. Сіздерге көп-көп рахмет. Аға, сізге көп рахмет. Жақсы, рахмет.